Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тағамымыз, яғни пирожки. Оның құрамдарын сіздерге айтып шығайын. 4-5 сағат бұрын біз қамыр илеп алған болатынбыз. Оның құрамы 2 үлкен кесе ұн, 1 шайнай қасық тұзымызды, және шайнай қасықтың жартысымен дрожжымызды, 1 ас қасықпен айран, және ас қасықтың жартысымен майонез қосып алған болатынбыз. Осылар қамыр илеп ашытып қойдық. Қамырымыз енді ашып дайын тұр. Енді оның ішіне салатын пирожкиміздің ішіне қосатынымыз картоп. Картопты осылай қайнатып алдық. 3 штук картопымызды жуып тазалап, турап қайнатып алдық. Қазір оны мына картоп езетімен езіп, ішіне мынадай 1 штук жуаны қуырып, турап, майға қуырып алдық. Соны қосатын боламыз. Өзінің суымен еземіз мына картопты, қайнаған суымен. Егер ол да аз болып картопымыз құрғақта болса, кішкене ғана сүт қосуларыңызға болады. Мен қазір мына ұнды, қамырды жазуға әкеп дайындап қойдым. Қазір қамырларымды шарик-шарик жасап дайындап ашытып қоям. Барлығын көрсететін болам. Видеоны толық қарап отырыңыздар. Неке өйстіп қамырларымызды шарик жасап дайындап қойдық. Мынау начинкамызды дайындап қойдық. Картошкамызға қуырылған жуамызды қосып, кішкене сүтімізді қосып, үстіне бұрыш пен тұз себездеп, осылай жақсылап араластырып алдық. Қазір қамырларымызға салып түйетін боламыз. Осылай неке қамырымыздың ішіне начинкасын салып, осылай түйіп, ашытып, көтерілдіріп, сәл ғана осылай дайындап қоямыз. Бас жағын осылай жайып қолымызбен ұнға қызып, алдын ала қызып тұрған майымызға салып, осылай алдын ала қызып тұрған майымызға өйстіп бір-бірлеп салып, бір жағы піскесін екінші жағын аударып пісіріп, жайлап осылай пісіріп аламыз. Неке достар, пирожкимізде пісіп шықты, осылай дайын, өте әдемі. Онымен жазсаңыздар, осылай құрғақ әдемі болып шығады. Біздің видеомыз ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.